Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйретін грек жаңғағы қосылған муравейник дайындайтын боламыз. Алдымен 100 грамм қантымызға 2 жұмыртқамызды қосып, қантымыз еріп, жұмыртқамыз көпіргенше әбден миксерлеп аламыз. Бөлек ыдыста 450 грамм ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш қосып, оның үстінен бөлме температурасында тұрған 72% жұмсақ майымызды араластырып, қолымызбен крошка дайындаймыз. Дайын болған крошкамыздың үстіне алдында миксерленген жұмыртқамен қантымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Сіздерде жұмыртқаның көлеміне байланысты қосымша ұн қажет болуы мүмкін. Осылайша жұмсақ болып иленген қамырымызды морозильникке шамамен 1-1,5 сағатқа салып қатырып аламыз. Енді пергамент төселген ыдысымыздың үстіне морозильниктен шыққан қатып тұрған қамырымызды үкіштен өткізіп, бір келкі қылып жайып төсейміз. «200 градуста қызып тұрған пеште 20 минутта пісіріп аламыз. Суығаннан кейін қолымызбен бөлшектеп, бір келкі массаға дейін жеткіземіз. Бөлшектенген қамырымыздың үстінен грек жаңғағын қосып, оның үстінен бір банка қойылатылған сүтімізді құйып, үшеуін жақсылап араластырамыз. Қойылатылған сүт, қамырымыз және де грек жаңғағы бір-біріне сіңіп, жақсылап араласуы керек. Ары қарай муравейниктерімізге форма беру үшін арнайы кекстің ыдысындағы қағаз формаларға бөліп салып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып аламыз. Немесе арнайы формаларға салып та қатырып алсақ, үстелге қойғанда өте әдемі көрінетін болады. Осылайша муравейниктеріміз дайын болады. Міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.